Сәлем бердік қымбатты көрермен. Ертеде 13 жас отау иесі деп мүшелге толған қыз бен ұлды ерте есейткен. Ол заманда ерте отбасын құрып, үйлену қалыпты жағдай болған. Дегенмен қазіргі қоғамда ерте үйлену дұрыс па, бұрыс па? Бүгінгі бағдарлама дәл осы тақырыпта отбасылық өмірін бастан кешіп жатқан студенттер жайлы болмақ. Тамаша сюжеттің бас кейіпкерлері бүгін біздің қонақта. Танымал әнші, өткен жылы шаңырақ көтеріп, дүркіретіп тұрып тойын жасаған Рүстем Жүгінісов және оның жары Айжан. Қош келдіңіздер. Мен алғашқы сұрақты Айжанға қойғалы тұрмын. Өткені Рүстемге қарасақ бәрі жақсы. Гастрольдік сапарға барады, келеді, тамақ дайын, киімі түктеулі. Айжан, осындай танымал, әрі жап-жас ер азаматтың жары болу қалай сізге? Қиын емес пе? Қиын емес. Себебі өзімде өнер адамы болғандықтан түсіне білемін жарымды, қолдай білемін. Мен ойлаймын, нағыз сүйетін жар сөйтіп өзінің жарына қолдау болып, әрқашанда алға қарай ұмтылуға себепкер болу керек деп ойлаймын. Өте тамаша, дегенмен 100% барлығы тамаша дегенге енді сенбеймін мен өз басым. Рүстем, сіз өте ерте үйленіп алған жоқсыз ба? Неге сенбейсіз? Жоқ. Ерте үйленген жоқпын, керісінше кеш деп ойлаймын. Өйткені енді көбісін байқап жатамын, мен қазір өзімнің қасымда негізі араласатын достарым өз менен бір 10-15 жасқа үлкен жігіттер. Олар, мысалы үшін қазір оларға қарасам, әлі жүр, мысалы үшін үйленбеген. Менің ойымша ол жараспайтын сияқты еркекке. Кішкентай бала жас бала ұқсап жүре берген. Менің ойымша үй болу керек, ертерек жақсы еркек 5 жылдығын ойлайды дейді ғой. Болашаққа ұмтылу керек, жақсы салиқалы иманды ұрпақ тәрбиелеу керек, бұйыртса Алла нәсіп етсе. Енді мен қасымда қанша сол бағана айтып отырмын ғой, достарым әлі үйленбеген. Солар маған айтады, сен таныстыршы бізді қыздармен. Мен айтамын, мен қалай таныстырамын, үйленген адам қалай сендер қыздармен танысып, сендерге қыз деп жүремін, сендер қызықсыңдар. Оны еркек деген өзінің ең басты өзінің ниеті болу керек, үйленгім келеді деген. Екіншіден, ол өз әрекет жасау керек. Оны қазір күтіп отырса ешкім саған қыз әкеліп бермейді. Оны өзі еркек әрекет жасау керек. Еркек болғасын еркек өзінің жаңағы
еркектігін жасау керек. Бірі ерте келген махаббат ерте сөнеді деп жатса, бірі керісінше 30-ға дейін жүріп сүрленгенше ерте үйленіп алған жақсы дейді. Дегенмен басқа түспейінше бір нақты қорытындыға келу мүмкін емес деп ойлаймын. Студенттер қалай күн көруде? Экранға назар аударамыз, ары қарай сұхбатымызды жалғастырамыз. Бұл кезде өзім де студентпін, ол да студент. Бұндай бізде балалық махаббат жар енді. Бұл Жансая, жасы 23-те. Бүгінгі күні бір шаңырақтың түтінін түтетіп отырған жас келіннің күйеуі студент. Отау құрғандарына 4 жыл болған отбасының негізгі байлығы қызы Медина. Жауапкершілік деген үйленгеннен кейін де біз албырт сезіммен жүре бердік. Ол кезде де ойланған жоқпын, бірте-бірте өмір өзі сездіре береді, өмір өзі көрсете береді, өз ағысымен ағады ғой. Сол сияқты мынау енді жауапкершілік дегеннен кейін шамалы бала пайда болғаннан кейін, бала өмірге келгеннен кейін уже әкемін менің артымда іздеу үшін бәрібір сен деп келді бөтен жерге, сен ғана қорғаны болу керексің деген түсінік қой енді менде. Сондықтан да шүкір бақыттымын. Балапаным қас-қас, ботақаным байқа, қадамыңды бас. Айналайын кәй-кәй, балапаным қас-қас, ботақаным байқап, қадамыңды бас. Сюжетке негіз болған жас отбасы бүгін біздің қонақта. Медет және Жансая, студиямызға қош келдіңіздер. Жалпы студенттік өмірдің қиыншылығы неде деген сауалнамада басым көпшілігі материалдық жетіспеушілікке кеп тіреді. Яғни қаражат жетіспеушілігіне. Сіздерде қалай? Сол жағы студенттер жалпы қалай күн көреді екен? Сұрағыңыз өте орынды. Енді кім қалай өмір сүріп жатыр, жалпылама қоғамда қазір көп қой. Мынау енді үлкен отбасының қатарына ілініп алғанша, мынау енді біреулер себеппен ерте үйленіп жатады, біреулер махаббаттың қызуымен ерте үйленіп жатады. Жаңа Жүсіп Баласағұнның сөзі бар, ерте үйленсең ерте қуанасың дейді. Жүре берсең тағы да болмайды, ақылсыз бас екі аяққа дамыл өрмес дейді. Сондықтан да енді жаңағы шәкіртақы әрине ол жетпейді ғой. Қазір өзі жетпейтін заман, былай тартсаң арбасына. Шәкіртақы 21 мың. Оның ішінде жақсы, өте жақсы оқысаң. Иә, дәл солай. Енді болады енді, әркімнің несібесі бар. Сол несібе басымызға жазылған, ағайын туыс бар. Шынты мойындау керек, ол жаңағындай квартирада тұрамыз, жұмыс істейміз, бос мезгілімізде суббота воскресенье, сенбі жексенбі күні. Енді сіздің, яғни қазіргі жалпы сол той бизнес, сіздерді құтқарып отырған. Бірақ көбінесе жастар сол жаңа сіздің сөзіңіз аузыңызда, жаңа туысымыз бар, әке-шешеміз бар деп сеніп алады да, отбасын құрып алады. Кейін ол қашан көмектеседі, артып қиыншылыққа туы мүмкін. Көбінесе қазір статистикаға үңілетін болсақ, 70% ажырасудың себебі осы қаражат жетіспеушіліктен туындап жатыр екен. Оған қалай қарайсыз сіз? Осылай туған туысқандарым көмектеседі деген осындай салғырт оймен үйлене салу? Мүлдем дұрыс емес, енді сөзіңіздің жаны бар. Енді ол ажырасу дегенді мен жалпылама енді түсінігімде жоқ дүние екен. Біз өзіміз әке-шешемізден үлгі алдық, аға жеңгелерімізді үлгі тұттық. Қалай айтсақ болады, енді ажырасу деген ол қаражаттың тапшылығынан деп, қазір Құдайға шүкір, қаражат жеткілікті. Енді қазір студентпіз, оны мойындау керек. Әрине осыны бітіріп, алға қойған мақсаттар бар, жоспарлар бар, армандар бар. Ол қаражат тіршілік етсең береді. Медет, сізде бәрі жақсы, оны түсіндік. Той бизнестің қазір дамып жатқан кезең ғой. Басқа студенттер жайлы өз пікіріңіз? Басқа студент жайлы қазір біреудің артынан біреудің сыртынан сөйлей алмаймын. Балапан қарын аштау деймін. Жансая, сіз кішкене тамақтандырып келсеңіз, біз сұхбатымызды ары қарай жалғастырайық. Махаббаттың буымен ол лебімен үйлене салуға болмайды ғой. Қазақ айтады, көрпеңе қарай көсіл дейді. Сол ойлаймын, енді көрпесіне қарай көсілу керек. Жаңа Рүстем айтып өтті,
жігіт 5 жыл ерте ойлану керек дейді. Сондықтан да алдын ала ойлау керек, менің жағдайым не болады ертең, мына отбасы шаңырақтың ғұмыры ерте сөніп қалмай ма, ол шырақты сөндірмеу керек, соның барлығын алдын ала ойлау керек деп ойлаймын қазіргі жастар. Жақсы, рахмет Медет. Әр бағдарламамызға біз психолог маманды шақырамыз. Бүгін біздің студиямызда сарапшы, психолог Зәуреш ханым. Зәуреш ханым, сіз қалай ойлайсыз, психологиялық тұрғыдан жастар қай кезеңде отбасы құруға дайын? Халқымыз бұрыннан айтып кеткен, қай кезде үйлену керек, қай кезде отбасы болу керек, не себепті, оның бәрін түсіндіріп кеткен екен. Үйленген жас отбасыларына қарап, мен өте қуанып отырмын. Осындай жастарында осындай шешім қабылдаған, бұл жігіттердің арасында да бойында бір күшті рухтың барын білдіреді. 13-те отау есі деген, енді бүгін 13-те бірден отау құрып жіберу деген емес. 13-тен бастап жігіттің болсын, ер бала, боз бала болады, және де бой жеткен болады. Осы уақытта үйдегі ата-анасы, жаңағы аға жеңгесі, сол қауым болып, оларды болашақ отбасылық өмірге дайындаған. Міне 13-те отау иесісің деп, бірден оған жаңағыдай сенім артқан. Ол мысалы қазір біз көбінесе қорқытамыз. Ойбай, студент кезінде қарныңа шығып қалады, қиыншылық көресіне. Ол ешкім гарантия бермейді, ертең студент болмай үйленіп, қиыншылыққа түспесіне. Бәрібір де қиыншылық болады. Бірақ студенттік кезде бір бонус болады деп ойлаймын. Бұл жас кезде үйленгеннің өздері жас болып тұрады ғой, өмірді әлі таза парақ сияқты қабылдайды. Осы кезде олардың қиыншылық деген не деген түсінікте болмайды. Алдын ала біз олай балаға қиыншылық болады деп қорқытудың еш қажеті жоқ. Қыз балаңды ертерек тұрмысқа беруге асық дейді. Осы мен өте құптаймын. Өзім де студенттерге осыны дәріптеп отырамын. Мынандай бір әзілдеймін да оларға. Ақмақ кездерінде үйленіп алыңдар деп. Ал негізі айтқым келеді, ол ерте үйлену деген түсінік емес, уақытында. Әр нәрсені өзі уақытында болу керек. Осы жігіттердің шешім қабылдаған кезде олардың шешіміне келіскен жарларын да біз құптауымыз керек. Яғни ақылы бар осы жігіттердің келіп ұсыныс жасағанын беттерін қайтармай, сол ұсынысты қабылдаудың өзі үлкен ырыс бақыттың алды деп айту керек. Сосын бір нәрсе тағы да айтқым келіп тұр. Ойымды бөліп жүрдіңіз. Рахмет. Қазір тағы да тоқтала кетеміз. Бұл тақырыпқа өте орынды айттыңыз. Яғни біз жастарға жай ғана үйлену керек ертеден, жаңағы кештетпей деп айтпай-ақ, мына Зәуреш ханым қазір дәлелмен барлығын түсіндіріп берді деп ойлаймын. Осыдан кейін елімізде бойдақтар саны азаятын шығар. Бүгін біздің студиямызда жас отбасы, 21 ғасырдың студенттік отбасылар қонаққа келсе, біздің бүгін қонақта танымал теле жүргізуші, кәсіпкер, бүгінде көп балалы ана, яғни тәжірибесі бар Гүлбаршын Заирова студиямызға қош келдіңіз. Ер азаматтың өсуде, өнуде әйелге қатысты дейді. Гүлбаршын, сіз өз тәжірибеңізбен бөлісіп кетсеңіз, осындай деңгейге қалай жеттіңіздер? Рахмет, Ардақ. Жаңа жастардың барлығын айтып жатырсың ғой. 21 ғасырдың студент жастары, яғни ерте үйленген. Сонда шынымен ойланып қаптым ғой. Мен ана ғасырда қалып кеткен екенмін осында. Жасыңды білдіріп қойдың. Өткен ғасырда жаңағы отбасын құрып, жолдасымыз екеуміз. Жаңа Медет жасың 24-те дедің, иә? Анам Рүстемнің жасын сұраған жоқпын әлі. Ал біз үйленген кезде мен 18-де, жолдасым 19-да болған. Мен 2-ші курста, жолдасым 3-ші курста. Жатақханада тұрдық, кәдімгі танысу шаблон ғой, стандарт. Казгородқа кірген қыз бен жігіт міндетті түрде танысу керек. Ана аялдамадан жатақханаға жеткенше жаңағы махаббат басталып кетеді өзі. Сол бір махаббаттың жаңа сен сұрақ қойып жатсың да Медетке. Жаста үйленген кезде қандай қиындықтар туындауы мүмкін, немесе қасыңда жүрген айналаңдағы жаңағы жаста үйленген жастар қазір қалай өмір сүруде деген сияқты. Менің ойымша отау құрған жастарды қызықтырмайды негізі. Себебі
егер ата-анасының ықпалымен емес, өзінің ерігімен, өзінің махаббат жүрегіндегі махаббаттың отымен, соның ыстық жалаулаған, ыстық маздаған отынымен, жалынымен үйленген болса, егерде, оларды мүлдем ештеңе қызықтырмайды. Тұрған жері де, жүрген ортасы да, не ішіп, не киіп жатқандығы да, бір-біріне бар болса болды. Менің ойымша сондай сияқты, себебі бізде солай болған. Жолдасымыз екеуміз жаңадан үйленген кезде Тараз қаласына тұрмысқа шықтым. Сонда жатақханадан менің жолдастарым, ол кезде менің оқыған сол кездегі менің курстастарым өте қазір әйгілі, әлі жаңағы Қазақстанда белгілі, ең төменгісі университеттің профессорлары қазір менің группаластарым ішінде Балғынбек бар. Сол Балғынбектер шығарсаған. Осы жерде қысқаша бізде тосын сый бар. Сіздің жас отбасылық кезіңіздегі алғашқы шақыру билетіңіз. Иә, бұл шақыру билетінің тарихы бар өзіне. Мынаның тарихы мынадай, астында қызыл, мына қызыл мата кәдімгі жерге үлкен қылып төсеп қойғанбыз. Оның бетіндегі ақ плакат, кәдімгі ақ плакат. Сосын Ерболат деген өзімнің күйеуімнің досы бар. Сол жігіттің, соның ғана фотоаппараты бар. Сол фотоаппаратқа бізді Казгураттың ішінде. Ол кезде сотка деген жоқ қой, шахаткасы түсіре салатын. Сол фотоаппаратқа екеумізді кәдімгі фотосессия жасады. Love Stories деген 21 жыл бұрын бізде ғана болған ба деген, соған қарағанда. Ол жаңағы дайындалу емес, Love Stories шыға келді, жаңағы көп суреттер. Сол жерде тез-тез жаңағы Казгураттағы ағаштардың арасына киімімізді ауыстырып аламыз, үлгеріп. Енді күйеуім онша ауыстырған жоқ, мен енді әйел болғаннан кейін, қыз болғаннан кейін киімді үйге алып келесің ғой, пакетке толтырып жатақханадан алып шығып, күйеуіме арқалатып қойғам, оны еще қазір суретке түсеміз, сен қазір мына ұстап тұрасың, мен мынаған киім керек десем, ауыстырмасаң болмай ма дейді. Болмайды, мен суретке басқаша болып түсуім керек қазір деп. Мен ол кезде күйеуім маған ғашық кезі ғой деймін, айтқанның бәріне көне беретін. Содан киімдерімді ауыстырып десесіз, мына жерде екі түрлі киіп үлгердік әйтеуір. Сыртынан қызыл курткамды киіп алған есімде, киімдер жоқ қой, жатақхана тұрғаннан кейін қайдағы. Ата-анамыз ауылда, біз өзіміз жатақханада, әйтеуір барымызбен базарымыз, қасында құрбыларым киімдерін бәрін жинап алып, кімде не бар, соның бәрін киіп суретке түсіп, плакатқа мына жүректің суретін ойып, жапырақтың суретін бәрін жерге қойып, астына қыстырып қойғанбыз есімде суреттерді. Сөйтіп үстінен түсіріп, сонда мына жерге екі күріш тұрып қапты. Қағаздың бетінде қалып кеткен ғой. Сода оны түсіріп сурет болғаннан кейін, ана пленка еді ғой кезде, пленканы шығарып алып, жетпейді ақшамыз. Есімде жоқ, 12 теңге ме, 11 теңге ма бір сурет. Соны шығаруға ақшамыз жеткізе алмай жүрміз, жаңағы студенттік қазіргі шәкіртақы қанша деп сұрап жатқанымыз сол ғой. Ол кезде бізде 600 теңге болатын. Мен 400 теңге алам, күйеуім 600 теңге, себебі күйеуім 5-ке оқитын, мен кішкене 4-те оқитын. Күйеуім кейін қызылға бітірді, өте жақсы, сол кішкентайынан өзі математик, көзге көп түскен сол кезде. Сондықтан бар, оған қосымша төлейтін, сол кезде жүріп жұмыс жасайтын, жаңағы студенттік кеңесте. Күрішті көргім келіп тұр. Иә, мына жерде екі күріш түсіп қапты, сол күрішті айтайын дегенім, пленканы алып келдік та, екеуміз жолдастарымызға жатақханаға келіп жеткізе алмай тұрмыз. Сосын мен барып айттым, ыңғайсызданып, дос құрбыларыма бар, қыздар, жаңағы шақыру билетін бәріне жеткізе алмай тұрмын. Ертең біз жаңағы стипендия дейтін қой кезде, шәкіртақы алатын күніміз ғой. Ертең алған кезде, кейін мен байып кеткен кезде бәріне қайтарам. Ертең өздерінің ақшаларын шығарып жинап, сурет шығарып алыңдаршы. Бізде тағы бір шақыру билеті бар. Азулы ақын Балғынбек Имашев. Бұл негізі қараңыздар. Қазір Гүлбаршын Заирова өзінің кәсібі бар, яғни стилистика, жаңағы мода жағынан. Сонда мен ойлаймын да, негізі мынау стандартты тұр ол кезде. Барлық шақыру билеттер мынандай болатын, мына екі аққуы бар артында. Енді мынаны айтамын да, сол кездегі сіздің креативті ойыңызды айтсаңызшы. Екінің бірін қолына келмейді. Оны еще өздеріне шарт қосып өз ақшаларына. Сол кезден, студенттік кезден сізде сол креативтік ойлар басым болған ғой. Эфирде жас отау бағдарламасы бізге қолдау көрсеткен Монте Бианка қонақ үй кешеніне және Азия Отырыс компаниясына үлкен алғысымызды білдіреміз. Қазір әлеуметті желі, Инстаграм деген өте жақсы болды. Бір кезде көзім шалып қалды, сіз қайтадан бір той жасадыңыздар. Инстаграм желісінен көрдік. Мен соны түсінбей қалдым. Кәдімгідей ақ фата, қасыңызда
жан жарыңыз, оның мақсаты не сонда? Бұл жерде ешқандай мақсат болған жоқ. Біздің тойымыз таза студенттік той болған. Енді ол кезде мен қазір асыл жарымның анасы, Ақмама деп айтамын өзім. Енем ғой енді. Жаңағы сол мамамызға үлкен рахмет. Ол кезде мектепте мұғалім, ол кісінің ақшасы бар ма, жоқ па, біздің шаруамыз жоқ. Үйленгіміз келді, болды үйленеміз деп шештік екеуміз. Ол кезде бас деген мүлдем істемейді ғой деймін негізі. Сонда шешіп алдық та, барамыз, тойға ақша бар ма, жоқ па, шаруамыз жоқ. Менің құрбыларым бар, күйеуімнің достары бар, барлығы шамамен 50-60 студент Таразға тойға бара жатырмыз Алматыдан. Менің үстімде кәдімгі ақ көйлек, тойға прокатқа алып алғанбыз. Кімнің қайдан тапқан әлі есімде жоқ. Құрбыларым әкеп берген, басыма фатаны қолдан жасаған құрбыларым. Содан вагонға кірсек, оның ішінде 54 орын ба негізі вагонда, плацкарт деген болушы еді ғой. 54 орын ғой дейм, 52 ма, сол түгел екен, толы. Біз еще үстінен 60 студент келіп тағы отырып алдық. Сонда шамамен елестетіп көріңіздер, үшінші жаңағы қабатқа дейін 3 адамнан 4 адамнан қабаттасып жатты ғой деймін. Білмеймін, әйтеуір менің өзім бір бұрышта қысылсып, бірақ қысылғаным есімде жоқ. Бақыттымын әйтеуір. Соған жетіп, студенттік той өтті. Кәдімгі ешкім бізге керек емес, достарымыз болса болды. Содан 20 жыл өткенде, 20 жылдың ішінде Аллаға шүкір, 2 ұл 2 қызымыз бар. Жинаған қорымыз бар. Қор дегенім өзімнің достарымыз. Біздің негізгі байлығымыз, жолдасымыз екеуміздің жинағанымыз, осы 21 жылда жинаған ең үлкен байлығымыз біздің достарымыз екен. Сол кезде тойымызға 60 студент Алматыдан, 20 шақтысы Түркістан, Шымкент жан-жақта жиналған болса, жалпы 85 студент болды тойымызда. Мен әлі есімде қазір ойласам, енемді сол кездегі түрін елестетсем, жасы менің жасымда екен. Мен дәл сол кісі сияқты атқара алар ма екем? Ол мәселе оның тойдың әдемі өтуінде, қымбат, жаңағы қалыңдықтың әдемі көйлегінде емес. Менің жолдасым үстінде де прокатқа алынған киім кімдікі екенін де білмейміз. Менің үстімдегі де сондай прическа деген атымен жоқ ол кезде, бояуды мүлдем түсінбейміз. Бірақ сол кезде ниет таза болды ғой деймін. Шынымен де ата-анамыздың да, мен әкемнің жалғыз қызым негізі. Той өтіп кеткеннен кейін бар қуғыншы барып, кешірім сұрап, енді қызыңызды алып алдық. Кешіріңіз, осындай жастар бір-бірін атқан екен десе, әкем енді жарайды, енді бақытты болсын, қызым жас еді, бірақ енді бақытты болса болды маған. Бәріне көндім, бірақ енді той қашан десе, той кеше өтіп кетті деп айтқан екен. Сонда сол сөз менің күйеуімнің жадында қалып кеткен екен. Ол сөзге мен онша мән бермей жүрген, бірақ соны өзім күйеуім айта беретінін байқап қалдым менің әкеме. Папа, сіздің жалғыз қызыңызды алып кеттім сол кезде, қайтсем де сізге бір той жасап беремін деп айтып жүретін. Содан мен әзіл екен деп ойласам, осыдан 1 жыл бұрын 20 жылдығымызға кәдімгідей жолдасым дайындалып жүр. Мен ол кезде жаңадан бір кәсіп ашқам осы Астана қаласында. Мен соның жұмыстарымен жүрмін, балаларымның оқуы бар, әйтеуір өзімнің бітпейтін тірлікпен жүрмін. Сөйтсем, күйеуім айтқанға мен алдында әзіл екен деп, жарайды, жасасаң жасай бер, мен тойға келе саламын деп ойнап күліп айта салғам. Сөйтсем, ең болмаса көйлегіңді дайында дейді. Соны мен 2 апта қалғанда мен көйлек дайындадым. Тойға мүлдем дайындалған жоқпын. Тойға дайын кәдімгі қалыңдық сияқты келдім. Содан өзім ойладым, енді 20 жылдан кейін осындай жаңағы мүмкіндік бола берілмейтін шығар. Мүмкін маған Алланың берген бір сыйы шығар осы. Бірақ елдің алдына қалай шығам, ана көйлекпен деп қоям. Сонымен түсім мынандай күлгін түс көйлекті өзім тапсырыс беріп, әдемі кәдімгі қалыңдық сияқты өзімнің ойымдағы қалаған көйлегімді тіктірттім. Содан тойымыз басталып кетті, бірақ тойдың ең қызығы баяғы 85 досымыздың орнында 380 адам отырды, тек қана достарымыз. 20 жылда жинаған қорымыз, ол біздің достарымыз екен. Үйлену оңай, үй болу қиын дейді. Үйленесің, алғашқы жылы барлығы тамаша, өмірге перзент келеді, оған тағы бір қуанасың. Дегенмен, сен студент болсаңшы, баланы кім бағады? Келесі сюжет осы тақырыпта. Еркенің жолықпай
жастың табыстырған жүрегін, жастық жауыласылар манағын. Жаным, менің бүгін емтиханым бар. Түске дейін балаға сен қарай тұршы. Ауылдан апамды шақырсам бекен. Жоқ. Әлде бала күтуші көмегіне жүгінсем бекен. Бізде түрлі күтушілер бар. Ақысы 90 000 теңгеден басталады. Шәкіртақы қайтсем екені. Сюжетте көріп отырғандай, таяқтың екі ұшы бар дегендей, студенттік отбасылық өмірдің де жағымды жағы, жағымсыз жағы бар. Жаңа Рүстем, Медет жағымды жағын айтып кетсе, бүгін біздің студияда қонақ ретінде Жансұлтан мырза келіп отыр. Жансұлтан мырзаның пікірінше, ер азамат аяғынан нық тұрмайынша үйленбеу керек. Сонда бас екеу болмай, мал екеу болмас деген ата сөзі көнергені ма? Иә, қазақта жақсы сөз бар ғой. Үйлену оңай, үй болу қиын дейді. Мен өз басым, мен де студентпін. Қазіргі таңда тоже мен де өнер университетінде оқимын. 3-ші курс студентпін. Менің де сол алатын жалақым бар жоғы 20 000 теңге, жаңа балалар айтып отқандай. Біз жаңағы жалақын аламыз, Рүстем айттық, жаңа Кипсиге жаңа машинаның бензиніне кетеді. Бізде алған күні жаңа бір байып қалады ғой. Студенттің байығаны бір жаңағы шәкірт алқа алғаны дейді. Сол стипендиямызды аласап, Кипсиге барып, жаңағы балалар қыздарымен. Содан сол жерде жаңағы өзінше бай ұқсап, жаңағы сол ақшамызды бәрін сол жерде құрып тастаймыз. Содан неге, ертесі күні келеміз де жаңағы отырамыз. Жігіттер ақша бар ма деп, жаңағы поездге 90 теңгеге жетпей тұрады. Жігіттер 10 теңге қосшы, 5 теңге қосшы десе, күніміз өтеді. Сол айдың аяғына қарағанда кішкене төмен болып қаламыз да, ал айдың басына келгенде стипендия алған кезде кішкене көтеріліп, настроениеміз көтеріліп, сөйтіп қуанып қалатын жайымыз бар. Енді мен өзім айтайын деп отқаным, ерте үйлену айтады ғой, қазақ 13 жаста отау иесі дейді. Бірақ мен өз басым енді оған қатты қарсымын қазіргі таңда. Өйткені қазіргі таңда өмір сүру қиын болып кетті. Баяғыда енді аталарымыз бар, апаларымыз бар, ауылда жаңа палаткада той жасай салады. Содан не керек, жаңа юпи напиток қоя салады. Қазір ондай жоқ, бәрі қазір тойға қарайды, сынайды, сынап келеді деген секілді. Той жасасаң да керемет қылып той жасайсың деген секілді. Егер жағдайың келмесе, ол ерте үйленудің мүмкіндік болмаса қажеті жоқ деп санаймын. Оқуыңды бітір, жаңағы дипломыңды ал. Егер жоғары оқитын болсаң, оны оқы. Содан кейін жаңағы белгілі өз мамандығың бойынша жұмысқа кіріп, одан кейін үйлену керек деп ойлаймын өз басым. Қазіргі таңда бізде енді қызбен жүреміз, оның өзі кәдімгідей бір қызбен киноға барғанның өзі кәдімгідей ақша қазіргі таңда. Бір қыдырып келгеннің өзі кәдімгідей ақша. Киноға барамай жүріп қалай үйленем деп отырсыз? Иә, сол. Сонда ол қыз сенің ақшаңа қарайтын болып тұр, қалтаңа? Жоқ, мәселе одан емес. Мәселе енді ол қыз маған ондай сөз айтпайды біріншіден. Мен өз, жоқ, мен оны жүрегіме сенемін, өйткені өзім кейде жеткізе алмай қалған сәттерім болады. Сол сәтте мен басқа нәрсеге жеткізе алмай тұрып, қалай үй болам? Бірінші өзім нық аяққа тұрайын. Содан кейін жаңа сіз айттыңыз, Тараз қаласына тұрмысқа шықтым дедіңіз. Мен де Тараз қаласының баласымын. Сіз маған енді жеңге болдыңыз мына жерде, дәл осы неде эфирде. Бұйырса, жасым әлі 21-де, 25 жасқа келгенде өзім пландап отырмын. Енді одан айыры болып кетсе, енді ол кеш болып кетеді менің ойымша. Жансұлтан Европаның киноларын көп көрген сияқты көрініп тұр маған. 21 жасында аяққа тұру деген енді бауырымның бүкіл айтқан сөзіне негізі келіспеймін. Енді жоқ, аяққа тұрып алу керек, бүйту керек, сөйту керек деген ол сылтау. Ол сылтау. Сені сүйетін қыз ол ештеңеге қарамайды, сенің ақшаңа қарамайды, сенің қандай машина мінген немесе машинаң болмаса да саған қарамайды. Сені сүйетін қыз ол сені жақсы көреді, ол саған сен кім болсаң да, сен қандай уақытта да сен қасында болады ол адам. Ең бастысы сен өзің ниеттену керексің. Біріншіден сен сондай Алладан сұрау керексің, сондай саған салихалы жарды нәсіп етуіне. Саған сондай қыз кездессе, әрине ол сенің әрбір кезінде, әрбір жағдайда сені қолдайды. Мысал үшін сен айтып отырсың, қазір мен аяққа тұрып алам, содан кейін маған осындай. Қайсен білесің ертең не болады, сен білмейсің.
Иә, сен аяққа қашан тұратын? Мүмкін сен 30 жасында тұрарсың аяққа. Мүмкін сен 35 жасында. Мүмкін сенің жолың болмай қалатын шығар. Сен оны білмейсің. Ол кезде қатарластар қалмай қалады ғой. Соны айтып тұрмын. Мысал үшін, жоқ, мен айтайын, сіз көп сөйледіңіз. Мен айтып тастайын. Жоқ, мен айтып тастайын. Ата-анасы ерте үйленген ба, Жансұлтанның? Менің ата-анам, мамам 73-ші жыл, жоқ, әкем үйленген кездегі жастағы, әкем 21-де, анам 20-да қателеспесем, солай. Мен 19 жасымда, 18-імде шықтым, жолдасым 19-да болған. Біз көп нәрсеге үлгермеген сияқтымыз, қазіргі жастарға қарап бізде қызығамыз. Неге мен осындайды кезде көбінше студенттермен даулассам, студенттермен жалпы ортаға барғанда мен өзім осыны насихаттаймын, 18 жастан үйлену дегенді насихаттаймын, 20 түгілі. Сонда бәрінің айтаны, қайтесің, неге? Мысалы мен өз ұлымды Алла қаласа, Құдай қаласа 18 жаста үйленемін деп жоспарлап отырмыз. Енді жоспарлап деп айтуға болмайды, ниеттеніп отырмыз. Сонда көбінің айтатын уақыты, ол ертең түк көре алмай қалады, ештеңеге бара алмай қалады. Сонда мен қоятын сұрақ, не көру керек деймін да? Жоқ, енді осы жерде мен айтайын, енді жас кезінде, студенттік кезде студенттік өмір деген болады, өзінің студенттік жастық шақты кезегі болады. Қыдыру керек, жүру керек деп ойлаймын енді жас кезде. Ол 25 деген ол нағыз, ол үйленетін жас. Бексұлтанның осы хабардың соңында көзқарасында өзгереді. Кешіріп өтемін, мен айта кетейін, негізі сол бағын бәрін айтып отырсың, мысал үшін, мына тәтеміз Гүлбаршын жеңгеміз дейін. Ол кісі айтып отыр, осындай уақытта біз ештеңе қараған жоқпыз, қай жерде тұрсақ та деп. Мысал үшін, біз бір-біріміз, мысал үшін, Айжан екеуміз таныстық, содан кейін үйленеміз деп шештік. Үйленгенде де біз жаңағыдай біреуге, қалай айтады орысша айтқанда? Арқа, сүйегін ауыртпалық. Иә, біреуге ешкімге не салғымыз келген жоқ, жүк салғымыз келген жоқ, салмақ салғымыз келген жоқ. Сонда айттық, біз екеуміз некелесіп тұра берсек те дайынбыз деп бір-бірімізге айттық, мысал үшін. Неке деген нәрсе бар, ең басты нәрсе. Ал той деген ол жаңағы, ол былай айтқанда қазақ үшін ол отчет қой. Былай айтқанда басқалардың несінде осындай мен үйлендім, осы жаңағыдай мен тойма келдіңіздер, бәріңіз көрдіңіздер деген сияқты ол жария. Иә. Ең басты ол деген неке. Ол кәдімгідей неке, содан кейін заңды түрде неке бар. Сол сияқты, сосын мындай тағы бір нәрсе бар. Мысалы үшін, мүмкін сен үйленгенсің. Мүмкін сен үйленгенсің, сенің жолың ашылатын шығар. Сен білмейсің. Мүмкін сен кәдімгідей мықты кәсіпкер болып кететін шығарсың. Мүмкін сен кездестірген жарың сондай ақылды болып, сені қолдап, сені адам болатын шығар. Әйелдерді орысша айтқанда нельзя недооценивать. Иә. Тамаша. Біздің өзімнің анам, мысалы үшін өзімнің анамның мен мысалы үшін біздің анамызда жаңағыдай біз 4 ұлымыз үйде. Мен ешқашында анамның жаңағыдай мен туайын деп атырым, бүйтейін деп атырым деген көрген жоқпын. Мен мамамның бір ертең бөпе алып келем дейді, бітті барады, келесі бөпе келді. Мысалы үшін сондай болды да, ешқандай өзінің несін көрсеткен жоқ, қиналғанын көрсеткен жоқ. Бізге сондықтан қазір мамаға айтқанда, мама айтамыз, мама сіз кәдімгідей өзіңізді сөйтіп бізге көрсетіп, сізді кәдімгі ая алмаймыз да біз дейміз да. Өйткені біздің мамамыз кәдімгідей сондай характері, кәдімгі біздің нағыз қазақ қыздың кәдімгідей қайсар. Иә, қайсар, сондай біздің анамыз өзім. Сол, иә, ісімен дәлелдейді. Мен өзімнің әйеліме де айтамын. Міне, пример, өзімнің анам деп мысалы үшін, мен анамдай болсаң көрмейсің. Әйеліңіз, жарыңызды алып. Иә, сол сияқты қазір Аллаға шүкір. Мен үйленгелі маған мысал алдында да айтып жатыр бір ұстазым. Мен айттым, мен дарын жастар сыйлығын алдым дедім. Мә қандай күшті үйленгеннен кейін жағы осындай жетістіктерге жетіп жатсың, осындай мемлекеттік жаңағы сыйлықтарға ие болып жатсың деп. Әйелің жаңағыдай ол сенің құт береке әкелді әйелің деп айтып жатыр да. Ол өте жақсы ырым. Сол сияқты еркек әрекет жасау керек. Еркек отыра бермеу керек. Еркек, жаңағыдай бағана айттым ғой, еркектікін жасау керек. Рүстем, рахмет, өте орынды. Дегенмен Жансұлтанның сөзінің жаны бар. Енді сіздің өзіңіздің отбасылық өмірі, студенттік өмірден бөлек сіздің өзіңіздің жұмысыңыз бар, кәсібіңіз бар. Ал студенттер, шыны керек жаңа айтты қой, статистикаға сүйенсек, 70% отбасылар осы қаражат жетіспеушіліктен, яғни албырт сезімге беріліп, отбасын құрып алады, кейін қиыншылықтарға шыдамай ажырасып жатады. Жансая, енді мен 100% сіздерде бәрі тамаша екен, сіз жар ретінде 100% бар, енді бір қиыншылықтар бар шығар? Минустары міне, студенттік өмірдің. Адам оғансын бірде жетеді, бірде жетпейді, бірақ оның бәрі төзімде деп ойлаймын. Төзіммен
сонысымен қызық қой, бірыңғай бола бергенде де бірыңғай жоқ болғанда сонысымен қызық. Енді семья жағынан Аллаға шүкір бәрі жеткілікті өзімізге. Енді сіздерде өзіңіз сөзіңіз аузыңызда бірде болады, бірде болмайды дейсіз. Кейбір семьялар бар, мысалы ата-анасының көмектесуге мүмкіндігі жоқ. Үнемі жоқ. Ол жаңағы айтады ғой, быт дейді, ол әсер етпей қоймайды. Білмеймін анысын. Мысал үшін тағы да бір деген түсінік жоқ десе, негізі қазақ жоқ деп жоқ деп айтуға болмайды. Өзі өмір өзі дөңгелек қой, бірде жоқшылық, бірде тоқшылықпен өмір сүріп жатыр. Бірде қуаныш, бірде қайғы болады. Сондықтан да енді дәл қазіргі сәтте енді мынау Астана қаласында оның үстінде жұмыс істеймін деген адамға екі қолға бір күрек табылады. Қай жерден болсын. Бізде уақытта жеткілікті, білімді алып үлгереміз, барлығына үлгеруге болады. Жаңа Рүстем айтқандай, талпынғанға тәңір де береді дейді. Ең бастысы тіршілік жасау керек, аянбау керек соның жолында. Мен студент екенмін деп, семья құрып, бала шағамды үйде аш қалдыра алмаймын. Ең бірінші жаңағы тойдан тапсам да, басқа жерден тапсам да ырзық ол. Мен біріншіден отбасымдікі деп білем. Сондықтан да жаңағы енді айтып жатыр ғой, енді қара су мен қара нан жесең де отбасыңмен бірге жеген дәмді болады. Мен осы орайда тағы да бір пікір қосқым келеді. Біздің ұлы батырымыз, халықтың керемет қайсар ұлдары енді көп қой, соның бірегейі Бауыржан Момышұлы осы жігіттерге мынандай насихат тастап кеткен екен. Мына 20-ға дейін үйленбеген жігіт халық жауы деп. Ойлаңыздар, өте ойланған жігітті, ойланбай жүрген жігіттерді ойландыратын сөз. Халық жауы деп, ол неге? Оның бәрін жаңа дәстүрден қазақтың өзінің психологиясынан алып отыр, қазақтың танымынан алып отыр ғой. Сондықтан мынау 20-ға бәрібір де 20-дан аспау керек деп ойлаймын. 20-ға студенттік кезде үйленіп алу керек. Студенттік кезде жігіттерге таңдау бар. Қызға да таңдау бар. Өзінің қандай ойындағы, арманындағы жігіттер мен қыздар алдарында жүреді. Соны көп насихаттау керек. Сосын мен ата-аналарға өзі көптен бері армандап жүргенім, осы студияда келіп айтуға нәсіп етіп отыр екен. Негізі мен ата-аналарға айтқым келеді. Ата-ана үйде балаға моральдық өте осындай насихатты жүргізу керек. Яғни кез келген уақытында студенттік кезіңе қарамай-ақ үйленуге рұқсат деп отыру керек. Ол жоқ деген болмайды. Ешқашан қазақтың бір күн көре алмай отырған деген уақыты болмаған. Ашаршылық жылында да күн көрген, соғыс кездерінде де күн көрген. Оның жанында қазір заман тыныш. Сосын мен студентке тағы да айта кеттім келеді. Бексұлтанға. Жансұлтанға айтқым келеді. Жансұлтан, сен қорықпа. Мысалы мен студенттерге айтамын, жұмыс істе деймін. Жұмыс істеп студенттерге бонус көп, балды да қоя саламыз. Сосын мынандай KFC-ға барама, не жұмыс істесең де болады. Өзіңнің мамандығыңа сай болмаса да, басқа жұмысты жүрген аяққа жүрген міндет дейді. Әсіресе үйленгендерге бонус көп десеңші. Мысалы біздің кезімізде жұмыс болмайтын. Жансұлтан, үйленетін болдыңыз ба? Енді Бауыржан атасы айтқасын үйленеді. Енді сіздер жан-жақтан айтып жатсыздар, енді үйлену керек. Рүстем бауырым бар, апайымыз бар, Гүлбаршын анамыз бар мына жерде. Енді ойланып қалдым, енді кішігірім болса да. Әсіресе халық жауы деген қатты әсер етті. Апамның халық жауы деген сөз қатты кәдімгідей мына жерге келіп тұрды. Ол не деген нәрсе деп. Енді бұйырса, Алла қаласа бәрі болады. Тойда болады, неде болады, оған Құдайдың өзі жеткізеді. Сол, үйленеміз бұйырса. Ол енді Жансұлтанға біз қазір былай үйлен, ерте үйлен деп отырық қой, бірақ барлығы тағдырдың жазуы болады да ол. Тағдырдан жазып ештеңе қаша алмайсың, бірақ соған қарай әрекет жасау керек. Қазақ айтады ғой, әрекетке берекет. Қыздарға да бір айта кететін бір кеңес бар. Негізі жігіттер жас кезінде батыл болады. Оны кейін қорқақ қылдыратын біз өздеріміз. Уақытында сөз айтып тұрған жігіттен қапы қалмау керек. Сосын тағы да бір, осы жуырда мен өзім гуманитарлық ғылымдар бойынша зерттеу жүргізгендіктен Шәкәрім атамыз былай деп айтқан екен. Негізі барлық нәрсені еңбек жеңеді. Біз айтып атамыз ғой, қазір Европаның неше түрлі психологиясын әкеліп жатырмыз, бірақ оны ата-бабамыз баяғыда айтып кеткен. Еңбек. Ер бір күн өледі, ез 1000 күн өледі деген. Сонда ер дегенің бір күн өзінің жаңа жауапкершілігін айтып, отбасын құрам, жұмыс істеймін, еңбек етемін деп бір күнде шешім қабылдайды екен. Ал ез күнде өледі дегені ертең үйленем.
жағдайым болғанда үйленеді. Енді сондықтан қыздардың құлағына алтын сырға дейсіз ғой. Құрметті қонақтар, алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге үлкен рахмет. Рүстем, Айжан, махаббаттарыңыз ұзағынан болсын. Медет, Жансая, сіздерге де тек қана баянды махаббат тілеймін. Гүлбаршын ханым, бізге үлгі ретінде өстіп алдымызда жайнап жүре беріңіз. Сарапшылар, сіздерге үлкен рахмет. Жансұлтан, енді келесі эфирда сізді қасыңыздағы жұбайыңызбен көреміз деп үміттенеміз. Сіздерді туда күтем. Тілейміз. Міндетті түрде күтеміз. Рахмет, үлкен сау саламат болыңыздар.